Сәлеметсіздер ма? Сіздермен бірге мен Түгелбаева Дамиткен Ерболат қызы. Қыркүйек, шекара, көкөніс. Биылғы оқу жылы аталған сөздердің айтылуы мен жазылуындағы даумен басталды. Көпшілік әлеуметтік желілерде оқулықты суретке түсіріп, қате жазылғанын жарыса жариялады. Алайда қазақ тілінің кейбір сөздеріне өзгерту осыдан бірнеше жыл бұрын енгізілген болатын. Халық санасына сіңіп қалған ережені неліктен ауыстыру керек болды? Филология ғылымдарының докторы, академик Рабиға Сыздықтың айтуынша, радионың құлағын бұрап қалсаңыз да, телевизордың тетігін басып қалсаңыз да, әншілеріміздің өзі қазақ қыздарының әдемі Меңдіқыз деген есімдігін Меңді қыз-ау, Меңді қыз деп қақалап айтатынын құлаққа түрпідей тиеді дейді. Сөз ішіндегі дыбыстардың үндесімі мен үйлесімі бұзылды. Мектеп өмірінде аман келді, жан келді деген тұлғалардың есімін аман келді, жан келді деп кекелеп айту да әдетке айналған еді. Осы тұста сөздердің айтылу нормаларын көрсететін Рабиға Сыздықтың сөзсазы еңбегі жарық көрді. Қазақ сөзінің бұзылып айтылуы жайында бірнеше лингвистикалық оптимизм мен мақалалар да жарық көрді. Бірақ нәтиже ойдағыдай бола қоймады. Осындай жағдайда жиілігі жоғары сөздердің, яғни күнделікті пайдаланатын сөздеріміздің ережелерін бұзып, шегініс жасап, орфографиялық сөздікке өзгеріс енгізді деп жазады профессор Нұргелді Уәли. Рабиға Сыздық қазақ тілінің негізгі емле ережелеріне өзі бас болып толықтырулар мен түзетулер енгізді. Ереже 2001 жылы қазақ тілінің орфографиялық сөздігінде жарияланды. Мұнда бірге жазылатын сөздер тарауының 26 параграфында тұлғасы өзгертіліп барып біріккен сөздер қосылып жазылады делінді. Мысалға, қыстыгүні, ашудас, шекара, қыркүйек, көкөніс сияқты сөздерді жазды. Ал 2005 жылы үкімет үлкен қазақ тілінің орфографиялық сөздігінің 5 тарауына тапсырыс бергенде, бас редактор Рабиға Сыздық өзінің сөзін алғы сөзбен былай деп берді. Біріккен сөздердің ішінде фонетикалық тұлғасын өзгертіп, пайда болған топтардың қатарына тағы бірнеше сөзді кірігіп кеткен тұлғалар тізбегі деп, дыбыстық жағынан қиюластырып, үндестік заңына сәйкестеп айтуға және жазуға болады деп есептеп, 2001 жылғы басылымның өзінде қыркүйек, шекара, көкөніс деп жазу ұсынылған болатын. Бұл қатардағы 5-6 сөздің бұрынғы да соңғы да жазылу үлгісі алдағы 4-5 жылда қате деп есептелмеу керектігін айтады. Әсіресе мектеп оқушыларының жазба жұмыстарын тексерген кезде қыркүйек, қыркүйек деп жазылуда қате деп есептелмеуі керек. Яғни академик Рабиға Сыздық сөз қолданысқа еніп кеткенше екі түрлі нұсқаны да қате деп есептемеуіміз керек деп түсіндіреді. Сондықтан 2000 жылғы сөздікте өзгеріс енсе де, 2005 жылғы сөздікте қайтадан негіздеп, екі түрлі жазу формасы қате болып есептелмейді десе де, қыркүйек, көкөніс, шекара деп жазатындар болмады. Мұғалімдер мен баспа қызметкерлері сөздің этимологиясы жоғалады деп есептеді. Сол себепті де 2007 жылы қайтадан жарық көрген орфографиялық сөздікте қыркүйек, шекара, көкөніс деп жазылды. Яғни бұл аталған орфограммалар тәжірибе жүзіне қолданысқа ене алмады. Бұл сөздер 2019 жыл Егемен Қазақстан газетіне жарияланған жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емле ережелерінде түбір тұлғасы сақталып жазылған. Яғни қыркүйек, шекара, көкөніс. Бұл сөздер Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты әзірлеген қазақ тілінің үлкен кирилл латын орфографиялық сөздігінде де қыркүйек, шекара, көкөніс деп берілді. Бірақ қай әліпбимен жазылса да, сол әліпбидің емле ережелеріне бағыну болғандықтан, әзірге кирилл әліпбимен жазып отырған себепті 2013 жылғы орфографиялық сөздіктегі жазылу қолданысын пайдаланамыз. Бірақ академик Рабиға Сыздықтың өзі айтып кеткендей, екі формасы да қате деп есептелмейді. Ал өзге де сөздерімізге орфоэпиялық нормаларды қолданайық деп айтқым келеді. Яғни өзіміздің сөздеріміздің түбір мағынасы, этимологиясы жоғалмасын десек, өзіміз орфоэпиялық норманы сақтап сөйлеуіміз керек. Назарларыңызға көп рахмет. Алда талай осындай ережелерді, немесе жаңалықтарды айтатын боламын. Сау болыңыздар.